Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ірімшік қосылып жасалатын картоп крокеттерін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырамыз және құрбыларымызға таратуды ұмытпаймыз. Сонымен барлық керекті азық-түліктерімізді алдын ала дайындап аламыз. Алдын ала суға пісіріп, қабығынан тазартып дайындап алған картоптарымызды жақсылап езіп аламыз. Үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Жарты қасық паприкамызды қосамыз. 2 қасық жүгері крахмалын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызға қарай ас көп, болмаса ақ желкен қосуларыңызға болады. Ұсақтап турап алған ас көгімізді салып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Бөлек тарелкаға бір жұмыртқамызды жарып, араластырып дайындап қоямыз. Енді жұмсақ сырымызды брусоктарға бөліп турап аламыз. Енді дайындап алған картоп езбесін алақанымызға салып жалпақтаймыз. Ортасына ірімшігімізді салып, видеода көріп отырғандарыңыздай формаға келтіресіздер. Міне біз барлығын формаға келтіріп жасап алдық. Ендігі кезекте крокеттерді алып бірінші ұнға аунатамыз. Одан кейін жұмыртқамызға аунатып аламыз. Соңында панировочный сухарияға аунатамыз. Осылайша барлығын жасап аламыз. Енді табада қызып тұрған майымызға крокеттерімізді салып, барлық жағы қызарғанша аунатып қуырып аламыз. Тарелкаға салфетка төсеп, қуырылған крокеттерімізді сол жерге сорғытып аламыз. Міне біздің ірімшік қосылған крокеттеріміз дайын болды. Өте дәмді, әдемі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Өте оңай әрі жылдам жасалады. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен қоштаспаймын, алдыда әлі де неше түрлі пайдалы рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.